Барлықтарыңызға сәлем, құрметті болашақ магистранттар. Мен сіздермен бүгін магистратурада 2026 жылы келуі мүмкін сұрақтарды бірге талдайтын боламын. Есептерді шығарып, менімен бірге талдап отырыңыздар, иә? Кеттік. Бірінші сұрақ. Екі қаланың жердегі ара қашықтығы 450 километр. Ал картада ол 15 сантиметрге тең. Картаның масштабын табыңыз дейді. Бұл жерде бізде масштабтың формуласы керек. Масштаб барлығымыз білетіндей. Ол тең болады карта бөлінген өмір дегі ара қашықтық деп алайық. Енді бізде масштаб пока белгісіз, сол себепті x деп алайық. Себебі мына жақтағы сөйлемде масштаб мүлде айтылмаған. Картада бұл бізде 15 сантиметрге тең дейді. Мына картадағы алымына, яғни картаны жазамыз, ол бізде 15 сантиметрге тең. Келесі, өмірдегі ара қашықтығы, яғни екі қаланың жердегі ара қашықтығы 450 километр. Оны бөліміне жазамыз, 450 километр. Мынау сантиметр екен. Енді сіздер мына жерде сразу қысқарта алмайсыздар, себебі біреу сантиметр, біреу километр болып тұр. Сол себепті екеуіне бір өлшем бірлікке айналдырып аламыз. Ол сантиметр деп алайық. Яғни 15-ге теспейміз, 450 километрді сантиметрге айналдыратын болсақ, бізде 45 миллион шығады. Енді екеуін қысқартамыз, екеуі де 15-ге қысқарады, сол кезде алымында 1, бөлімінде 3 миллион қалады. Демек, бізде картаның масштабы 1 бөлінген 3 миллионға тең. Ол бізде А жауабы екен. Мына формуланы жаттап алсаңыздар, көбіне дәл осындай есептер келеді. Келесі, екінші, алманың 70%, ал алмұрттың 80% су. Алма мен алмұртты бірдей мөлшерде қолданылып жасалған жеміс салатындағы судың пайыздық мөлшері қанша? Бұл концентрацияға байланысты есеп, иә? Яғни бізде бір алма бар делік, олның 70% су. Бір алмұрт бар, ол бізде 80% су. Енді осы екеуін қосып бір қандайда бір салат жасады дейді, жеміс салатын. Ол бізде пока судың пайыздық мөлшерін сұрап тұр сол салаттағы. Яғни бұл x. Көрдіңіздер ме? Ана шеңбердің ішіне пайыздық мөлшерлерді жазып жатырмын. Енді бұл жерде екі не қосылып тұр? Екі бір жеміс қосылып тұр, иә? Екеуін жазып қоямын. Екеуінен шыққан мына жердегі пайыздық мөлшерді жазуым керек. Енді мына жерде көбейте саламыз, 1-ді 70-ге көбейтеміз, мына 1-ді 80-ге көбейтеміз, 2-ні x-ға көбейтіп жібереміз. Сол кезде 70 қосу 80 тең 2x болады. 2x көбейтсек 2x. Бұл жерден 2x табатын болсақ, 2x тең 70-ге 80-ді қоссақ 150. Бұл жерден x табатын болсақ, көбейтіліп тұрған 2 150-дің қасына бөлу болып барады, иә? 150 бөлінген 2. X тең 150-ді 2-ге бөлсек, бізде 75 болып шығады. Демек, осы жасалған салаттың ішіндегі судың пайыздық мөлшері 75% екен. Осы жауапты белгілейміз, ол бізде В нұсқасы. Келесі. Бірінші жұмысшы жұмысты 12 күнде, ал екінші жұмысшы сол жұмысты 18 күнде бітіреді. Яғни қандайда бір жұмыс жасап жатыр ғой бұлар. Екеуі бірлесіп жұмыс істесе, яғни екеуі қосылып, иә? Қосу амалын қолданамыз бұл жолы. Осы жұмысты неше күнде бітіреді дейді. Бір жұмысты бірінші жұмысшы 12 күнде бітірсе, оған қосамыз, бір жұмысты 18 күнде бітіреді, иә? Екінші жұмысшы. Екеуі бірігіп бір жұмысты қандайда бір күнде бітіреді, иә? Ол бізде Т. Пока белгісіз, неше күнде деп тауып аламыз. Енді мына жерде мына жағын орындап алайық. Ортақ бөлім бізде 36 болады. 12 мен 18-ге 36. 36-ны 12-ге бөлсек бізде 3. 36-ны 18-ге бөлсек бізде 2. Яғни мына жерде ортақ бөлімге берген 36 тұрады. Үстінде 3-ке 1-ді көбейтсек 3, 2-ке 1-ді көбейтсек 2, оған екеуін қосып жіберсек бізде 5 шығады. 5 тең 1 бөлінген Т. Енді пропорция көбелектің қанаты бойынша шығара саламыз мына жерде. Демек, белгісіз Т тең Т-ның қанатында жатқанды бөлшектің бөліміне жазамыз, ол 5. Мына екеуін көбейте саламыз. Екінші қарама қарсы қанатты, алымына жазамыз.
36-ны не істейміз? Бірге көбейтіп жібереміз. Сол кезде бізде бәрібірде 36 шығады. Демек 36-ны біз 5-ке бөлетін болсақ, 7,2 шығады екен. 35 араны, 7,2. Демек, екеуі бірлесіп жұмыс істесе, осы жұмысты 7,2 күнде бітіреді деген жауап болады. Келесі 4-ші. Бауыржан, Серік және Дәурен үшеуі бірлесіп жұмысты 6 сағатта бітіреді. Ал Серік пен Дәурен екеуі сол жұмысты 10 сағатта бітіреді. Бауыржан бұл жұмысты жалғыз өзі неше сағатта бітіреді дейді. Енді бізде үшеуі бірлесіп тұр, X бұл Бауыржан болсын, Y бұл бізде бір жұмысты бітіретін Серік болсын, Z бізде бір жұмысты бітіретін Дәурен болсын. Яғни үшеуі бірлесіп 6 сағатта бітіреді. Яғни бір жұмысты 6 сағатта бітіреді екен. Енді Серік пен Дәурен, Бауыржан бұл бізде X, мұна екеуі сол жұмысты 10 сағатта бітіреді. Яғни бұлар бір жұмысты 10 сағатта бітіреді екеуі. Ал Бауыржан жұмысты жалғыз өзі мұнау неше сағатта бітіреді дейді. Сұрақ белгісі. Енді орнына қоя саламыз. Мұна екеуін жеке-жеке тауып керек емес, себебі екеуін сол жұмысты 10 сағатта бітіретіндігі белгілі. Бізге тек Бауыржан тапсақ жеткілікті. Енді X1 бұл Бауыржан, қосу 10-нан 1 бұл Серік пен Дәурен тең 6-тан 1. Енді бұл жерден X табатын болсақ, X-тен 1 тең. Мұна жақта плюс 10-нан 1-міз, мұна жаққа минус 10-нан 1 болып өтеді. Яғни 6-тан 1 азайту 10-нан 1. Ортақ бөлім бізде 30 болады. Мұнаған 5-тен, мұнаған 3-тен. Сонда X-тен 1 тең 30-дан 2, екеу қысқарады. Осы жерден бізде білесіздер ғой, қысқаруды. Екеу де 2-ке қысқарады бұл жерде, сонда 15-тен 1. Демек бұл жерде X-тен 1 тең 15-тен 1 деген бір пропорция шығады. Дәл жаңағыдай көбелектің қанатымен өлшейтін болсақ, бізде X-тен X-ке қарама-қарсы жатқан, X-тің қанатында жатқан бірді алым бөліміне жазамыз да, X-ке қарама-қарсы жатқан қанатты алымына жазамыз. Яғни бір көбейту 15. Яғни бұл жерден бізде 15 шығады екен. Демек, Бауыржан бұл жұмысты жалғыз өзі 15 сағатта бітіреді екен. Кеттік, келесі. Асхат ағасы інілерімен бірге бассейнге баруды шешті. Олардың жастары: ағасы 42 жаста, Асхат 14 жаста, інісі 9 жаста, кіші інісі 3 жаста. Төмендегі бассейндердің бағаларына қарай, ең тиімді бассейнді таңдағанда барлығы қанша теңге төлейді? Яғни мына жерде қайсы ең арзан болады, сол бізде дұрыс жауап болады. Мысалы, дельфин дегенге барғанда ересектерге 700 теңге төлейді. Яғни орта жастағылар ол 6 мен 12 екен. Демек, ересек бұл жерде ағасы болып тұр, и Асхат болып тұр ғой. Екі ересек бар. Яғни дельфинге барса 700 теңгеден олар екеуін төлейді. Яғни 1400 теңге. Екі ересек адам үшін. Інісі 9 жаста, ол мына жердегі 6 жас пен 12 жастағы орта жас деп атайды, орта жастағыларға кіреді. Ол 450 теңге бір адамға төлейді. Ал інісі 3 жаста, 5 жасқа дейінгілерге бұл жерде не екен? Тегін 0 теңге. Демек, егер олар дельфинге барса, 1850 теңге төлейді екен бассейнге. Келесі, Д деп қойын шынаны. Акватория дейді. Акваторияға барса, бұлар ересектен екеу 650 теңгені 2-ге көбейтеміз. Сонда бізде шығады 1300 теңге. И 6 мен 12 жас аралығындағы, яғни орта өзі кім? Інісі, 9 жастағы інісіне 400 теңге төлейді. Ал 5 жасқа дейінгі інісіне тегін. Сонда бұлар мына жерге кірсе 1700 теңге төлейді екен. Келесі океан. 800 теңгеден екеу төлейді. Екеу себебі 2 взрослыйға 1600 теңге.
қосамыз, орта жастағы 350 теңге төлейді. Ал 5 жасқа дейінгі інісіне тағы да тегін екен. Сонда 1950 теңге океанға төлейді екен. Демек бізге ең тиімдісі бұл не болып тұр? Акватория болып тұр. 1700 теңге төлеп кіреді. С жауабы дұрыс жауабы. Келесі. Төмендегі сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан, сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз деді. Бұл жерде бізде 8, 14, 21, 29, 38 деген сандар берілген. 8 бен 14-тің арасында бізде 6 санға көбейіп тұр. Келесі 21-ге дейін 7 санға көбейіп тұр. 29-ға дейін 8 санға көбейіп тұр. 38-ге дейін 9 санға көбейіп тұр. Қосылып тұр. Мына заңдылық түсінікті болған шығар, 6, 7, 8, 9, келесі әлбетте 10 болады. Яғни 38-ге 10-ды қоссақ, бізде келесі санымыз 48 болады. Ол В жауап екен. Заңдылықтарды бірінші айырып аласыздар ғой, қаншаға көбейіп жатыр, немесе қаншаға азайып жатыр, барлығына қарасаңыз, өте түсінікті тақырып негізі заңдылыққа. Логикалық амал деді. Бұл жерде А, Б тең түбір астында А көбейту Б қосылған 4 формуласы арқылы анықталатын болса, 5 пен 4-тің мәнін табыңыз дейді. Бұл жерде мынау ешқандай мән бермейді негізі, жалпы артық нәрсе. Мына жерде А-ның орнына 5-ті қоя саласыз, Б-ның орнына 4-ті қоя саламыз. Дәл солай есептейміз. Қай жерге қоямыз? Әрине мына жерге қоямыз. Сонда 5 деп белгілеп қоя салайын енді. 4 тең А-ның орнына 5-ті қоямыз, міне. Көбейту Б-ның орнына 4-ті қоямыз. Оған қосамыз нені? 4-ті деп қойыпты. Өзі тұрақты тұр, Түбір астында 5-ке 4-ті көбейтсек 20, оған 4-ті қоссақ 24 болады. Осында жауап бар ма? Бізде жоқ екен, түбірдің астына емес, түбірден шығарып қойыпты. Енді біз ескеретін болсақ, 24 дегеніміз негізі түбірдің астында 4 пен 6-ның көбейтіндісі. Бұл жерден 4-ті не алуға болады? Түбірден шығаруға болады. 4 көбейту түбір асты 6 деп қояйын. 4-тен бізде 2 шығады, сонда 2 түбір асты 6 деген жауапты іздесек болады. Ол бізде С жауабы. Кейде мына түрде беру мүмкін, кейде мына түрде беру мүмкін. Екеуі де негізі дұрыс жауабы. Қайсысын бергенде қарайсыздар ғой. Келесі, берілген өрнек қандай цифрмен аяқталатын табыңыз? 7-ның 85 дәрежесі деді. Бұл жерде бізде 7-ның негізі 4 циклмен қайталанады дәрежелері. 4-ке дейін тапсақ жеткілікті. Алдыңғы сабақтарында, алдыңғы ютубтағы сабақтарында қарасаңыздар, толығырақ айтқан. 7-ның 1 дәрежесі. Табайық. Бізде 7. 7-ның 2 дәрежесі 49. 7-ның 3 дәрежесі 343. 7-ның 4 дәрежесі қанша екен? Көрейік. 1401 екен. 2401. Яғни, қараңыздар, мына жерде 4 дәрежеден тапсаңыздар жеткілікті. Себебі 7-ның 5-ші дәрежесі, өздеріңіз тексеріп көрсеңіздер болады, 2401-ді 7-ге көбейтсеңіздер 7-мен аяқталады. 7-ның 6 дәрежесі ол бізде 9-бен аяқталады. 7-ның 7 дәрежесі бізде 3-пен аяқталады. 7-ның 8 дәрежесі бізде по-любому 1-мен аяқталады. Демек 4 дәреже салайын, бұлар қайталана береді деген сөз. Енді оның қай дәрежеге түсетінін біз мына дәрежесіне қарап білеміз. 85-ті демек 4 реттен қайталанып отыр ғой, 4 дәрежеден. Сол себепті 4-ке бөлеміз. 85 бөлу 4, ішінде 2 рет бар. 8, 5, 1 рет бар, 4, сонда 1 қалдық. Енді қалдыққа қалғанына қарайсыздар, 1 қалдық болса, міне 1 дәрежесін қандай санмен аяқталады? 7 деген. Демек дұрыс жауабы А жауабы. Енді қараңыздар, 2 қалдық қалса, мынау
үш қалдық қалса мына жерді табасыздар, ал вообще қалдық қалмайтын болса, ол кезде сіздер мына 4 дәрежесінде қандай сан тұр, соны дұрыс жауап ретінде қарастырасыздар, иә? Себебі 4-ке бөлгенде 4 қалдық қалмайды ғой. Кетті. 9-шы есеп дейді. Түпірасты 70 саны қандай екі натурал санның араласында орналасқан табыңыз. Түпірасты 70. Мына жерде түпірастыдан шығатын сандарды қарастырсақ болады. Мына 7 деген түбірдің астында. Негізі 70-тен ешқандай сан шықпайды ғой. Просто түбірдің қазір сандарын таулайықшы. 49. Я? 8 дегеніміз түпірасты 64. 49-дан 7 шығады. 64-тен 8 шығады. Яғни түбірасты 70 деген осы екеуінің ортасында орналасқан ба деген сұрақ қой. Жоқ, әрине. Ол мына жақта жатыр ғой. Сол себепті мына жауап дұрыс болмайды бізге. Келесі 8. 8 ол түбірасты 64, 9 ол түбірасты 81. 81-ден бізде 9 шығады. Дұрыс па? Түбірасты 70 ортасында орналасқан ба? Я, әрине. Демек бізде В жауабы дұрыс жауап екен. Давайте сын тексеріп көрейік. Түбірасты 9 дегеніміз түбірасты 81. Ал 10 дегеніміз түбірасты 100. Қайсысы? 70 осының ортасына орналасқан ба? Жоқ, әрине. Мына. Осылай тексеріп алсаңыздар болады ответмен. 6 дегеніміз түбірасты 36. 7 дегеніміз түбірасты 49. Әрине 70 дегеніміз мына жағында жатыр. Сол себепті екеуінің ортасында емес, арасында деп тұр. Яғни ортасында орналасу керек. Д жауабы да дұрыс жауап емес. Демек, В жауабы дұрыс екен. Келесі, түбірасты 18 бен түбірасты 99 сандарының арасында неше бүтін сан бар екен анықтаңыз дейді. Яғни түбірден нақты бүтін сан шығу керек. Түбірасты 18-ден сан шықпайды, 99-дан да ешқандай сан шықпайды. Келесі, бұл жерде түбірасты 18-ден үлкен сандарды қарастырайықшы. 16-дан 4 шығады. Нақты 4 деген сан шығады. Бірақ ол 18 бен 99-ның арасында жатқан жоқ қой. Сол сияқты түбірасты 25. 5-тің квадраты, я? Түбірасты 25 жатады. Себебі ол 18 бен 99-ның арасында жатады. Түбірасты 25-тен бізде 5 шығады. Түбірасты 36 жатады. Одан 6 шығады. Түбірасты 49 жатады. Одан 7 шығады. Түбірасты 64 жатады. Одан 8 шығады. Түбірасты 81 жатады. Одан 9 шығады. Түбірасты 100 келесіміз, е? Одан жатпайды. Себебі ол біз 99-ға дейінгі сандарды ғана қарастырамыз. Сол себепті мынаны сызып тастаймыз. Демек бізде нақты бүтін сан шығатын осы 5 қана сан екен. Дұрыс жауабы А жауабы. Келесі. Берілген сандарды өсу ретімен жазыңыз. Бұл дәрежеге байланысты. Мына жақта қарасақ барлығы әртүрлі дәреже болып тұр. Бірақ мына негіздеріне қарасақ 9, 3, 27 дегендеріміз қандай да бір санға кішкене сәйкес келіп тұр. Соны байқайсыздар ғой. Мына жерде 9-ның 6 дәрежесін теріп, калькулятормен шығаруға болады, бірақ біз негіздерді ықшамдап жесек те болады. Мысалға, 9-ның 6 дәрежесі дегенді 9 дегеніміз 3-тің 2 дәрежесі екен білеміз, я? Соның сыртына 6 дәрежесін жазсақ болады. Екеуі бір-біріне көбейтіледі, бізде 3-тің 12 дәрежесін береді. Келесі Б бізде 3-тің 14 дәрежесі. С бізде 27 дегеніміз 3-тің 3 дәрежесі деп жазсақ болады. 3-тің 3 дәрежесі бізде 27. 3-ті 3-ке көбейтеміз 9, 9-ті 3-ке көбейтеміз 27. Енді оның сыртында бізде 5 деген сан бар. 3 пен 5-ті көбейтсек бізде 15 шығады. Дұрыс па? Сонда С тең 3-тің 15 дәрежесі. Енді әрине негіздер дәрежесіне қарап салыстырсақ болады. 12 дәреже үлкен ба? Әрине 14 дәреже үлкен. 14-ке дәрежеге қарағанда 15 дәреже үлкенірек. Осылай салыстырып жібересіздер. Ең кішкентай бізде бұл жерде 3-тің 12 дәрежесі, одан кейін 3-тің 14 дәрежесі, одан кейін 3-тің 15 дәрежесі. Яғни А кіші Б-дан, ол кіші С-дан. Ең үлкені С екен. А, Б, С деген А жауабы дұрыс жауабы. Келесі, берілген сандарды өсу ретімен жазыңыз дейді.
Енді бұл жерде біріншісінде қалай болды? Екеуінде де өсу ретімен екен. 81-дің 5 дәрежесі, 16-ның 10 дәрежесі, 9-ның 20 дәрежесі. Бұл жерде келмейді, себебі 81 дегеніміз 3-ке келеді, жарайды, 9 дегеніміз де 3-ке келеді, бірақ 16 дегеніміз 4-ке немесе 2-ке ғана келіп қалады. Сол себепті мына дәрежесіндегі сандарды бар емес па? Осыларды реттесек болады. Барлығын давайте 20 дәрежеге реттейік. 81 дегеніміз бізде білеміз 3-тің 4 дәрежесі, немесе 9-ның 2 дәрежесі екен. Давайте 3-тің 4 дәрежесі болса, бізде мына жердегіміз 20-ға айналады, 20 дәрежеге. Сол себепті соны пайдаланайын. 5, яғни 3-тің 20 дәрежесі болады. Яғни А жауабы 3-тің 20 дәрежесі. Келесі 16-ның 10 дәрежесі. 16 дегеніміз 4-тің 2 дәрежесі, сыртында 10 дәрежесі бар. 2-ке 10-ды көбейтсек 20. 4-тің 20 дәрежесі. Ең соңында 3-ші тұр бізде 9-дың 20 дәрежесі. Салыстыра саламыз. 3-тің 20 дәрежесі үлкен ба? 4-тің 20 дәрежесі үлкен ба? Немесе 9-дың 20 дәрежесі үлкен ба? Әрине, А ең кішісі, Б бізде ортаншысы, одан кейін ең үлкені С жауабы екен. Келесі. Өсу ретімен жаздық. Берілген санның 3 есесіне 25-ті қосып, шыққан нәтижені 4-ке бөлсе, 13 шығады. Берілген санның 3-ке қатынасын, яғни санды 3-ке бөлгендегі нәтижені табыңыз дейді. Қатынасы дегеніміз сол санды 3-ке бөле саламыз деген сөз. Берілген сан ол бізде x. Яғни 3 есесі десе, 3-ке көбейтеміз деген сол x-ті. Осы берілген санның 3 есесіне 25-ті қостым 25-ті. Шыққан нәтиже, осы жерден бір нәтиже шығады ғой. Соны 4-ке бөлсем дейді, 13 шығады. Негізі осындай сөздерді нақтылап оқысаңыздар өте түсінікті ғой негізі. Бұл жерден теңдеу 3x қосу 25. Мына жақта бөлініп тұрған 4-ті мына көбейту қойып жібереміз. Сонда 13-ке көбейтетін болсақ, бізде шығады 52. 3x тең 52 азайту 25. Мына плюс 25-іміз 52-ің қасына минус 25 болып барады. 3x-ті табатын болсақ, 52-ден 25-ті алсақ 27. X-ті табатын болсақ, бұл жерде көбейтіліп тұрған 3 бөлу болып барады. Мына жерде бөлу көбейту болып барды, қосу азайту болып барды, көбейту бөлу болып барды. Сол заңдылықты сақтап алыңыздар естеріңізге міндетті түрде. 27-нің қасына 3 бөлу болып барды. Демек, бізде 9 деген жауап. 9 деген жауапты бар белгілей салмайсыздар. Себебі, мына жерде берілген санның 3-ке қатынасын, яғни санды 3-ке бөлгендегі нәтижені дейді. Яғни шыққан нәтижені біз 3-ке бөлеміз. Сол кезде бізде шығады 3 деген сан. Осы бізде нақты жауабы болады. С жауабы дұрыс жауабы. 14-ші есеп. Оқушы тест тапсырмасында әр дұрыс жауап үшін 8 ұпай алады, ал әр қате жауап үшін 5 ұпай шегеріледі. Барлығы 25 сұраққа жауап берген оқушы 95 ұпай жинады. Оқушының қанша сұраққа дұрыс жауап берген табу үшін құрылатын теңдеуді табыңыз дейді. Давайте бізде әр дұрыс жауапты біз x деп алайық. Енді барлығы 25 сұрақ болса, 25 сұрақтан дұрыс жауап бергенді алып тастасақ, бізде қандай да бір не шығады? Дұрыс емес жауап шығады. Демек, мынау дұрыс емесі, мынау дұрысы деп алайық. Әр дұрыс жауап үшін 8 ұпай алады. Яғни 8 көбейту x. Дұрыс жауап бұл x. Азайтылған әр қате жауап үшін 5 ұпай шегеріледі. 5 ұпай дұрыс емес үшін. Дұрыс еместі қоямыз орнына. 25 азайту x. Енді осыны 25 сұраққа толық жауап берген оқушы 95 ұпай жинайды. Тең жалпы дұрысында, дұрыс емесінде алып тастағаннан кейін 95 ұпай жинап тұр. Осы бізде дұрыс жауап берген табу үшін құрылатын теңдеу осы теңдеу. 8x минус 5 көбейтілген 25 азайтылған x тең 95 деген теңдеу құрдық. Теңдеу құру негізі жалпы нақты оқып түсінсеңіздер өте оңай тақырып қой. Көбі мәселе іздеп болғаннан кейін қорқады. Жалпы өте қорқпай шығара берсеңіздер болады.
Келесі 15-ші есепте Мадияр 3 жаста дейді. Оның әпкесі аяулымның жасы одан 4 есе үлкен. Яғни аяулым 4 жаста. 3 жаста, аяулым, А дегеніміз аяулым. 12 жаста. 4 есе дегенде ұмытпаңыздар, көбейтесіздер. 4-ке артық деп тұрған жоқ, 4 есе үлкен деп тұр. Енді Мадияр неше жасқа толғанда аяулымнан 2 есе кіші болады. Давайте теңдеу құрайық. X қосу 3, бұл Мадияр болсын. Қанша жасқа толғанда, яғни қандайда бір жылы өткеннен кейін, ол тең болады. Мадияр өскен кезде аяулым да өседі ғой. Сол сияқты тоже X қосылған 12. Енді аяулымнан 2 есе кіші болады. Мына жаққа 2-ні көбейте саламыз. Теңдеуді шешеміз. 2x 2-ке 3-ті көбейтсек бізде қосу 6. Білеміз ғой, мына сыртында көбейтіліп тұрған 2, жақшаның ішіндегі 2 санға да немесе 2 өрнекке де көбейтіледі, жеке-жеке көбейтіп аламыз. Сонда x плюс 12. Мына жақтағы x-ті алып келеміз. X-терді сол жаққа, сандарды оң жаққа жинаймыз. Мына санды 12-нің қасына жібереміз. Сол кезде 2x азайтылған x тең 12-нің қасына 6 азайту болып барады. 2x-тан x алсақ x тең 12-ден 6-ны алсақ 6 болады. Демек, мына жердегі Мадиярдың жасына не істейміз? 6-ны қосамыз. Яғни 3 қосу 6, сонда 9 жаста болады екен. Аяулымнан 2 есе кіші болу үшін. Ал аяулым қаншаға болады? Аяулымға 12-ке 6-ны қоссақ 18 жасқа толады. Әрине 9 18-ден 2 есеге кіші. Сонымен дәл осы секілді нұсқа талдау сабақтары мен тақырыптар бойынша жеке сабақтар менің толық дайындық курсымда бар. Осы төменде көрсетілген номерге WhatsApp-қа жазсаңыздар болады, мен өзім жауап беремін. Біздің дайындық курсымызға жазылып, биылдан қалмай бұйырса грантқа түсіңіздер. Комментарийға көп комментарий жазып кетіңіздер. Мен міндетті түрде жаңа видеолар түсіретін боламын.